жалынды сәлем. Әне міне дегенше 10 күніміз өтіп кетті. Бүгін бізде демалыс. Сол қаланы қыдырып шығуға шақыртып жатырмыз. Әріптестерімізбен алда қызықты нәрселердің бәрін міндетті түрде сіздермен бөлісіп, көрсетіп отырады. Кеттік ендеше. Маған сәттілік. Росарионың артындағы өзен Парана. Латын Америкадағы ең ұзын өзен. Бұл өзен Уругвай, Парагвай, Бразилия мемлекеттерін қиып өтеді. Өте ұзын өзен екен. Мысалы, Амазонка ені жағынан үлкен болса, Латын Америкада. Парана өзені бұл ұзындық жағына. Ақ үйді көрдіңіздер ме? Арттағы ұзын ақ үйлер. Ол жерде яғни футболистердің, атақты футболистер осы жергілікті Росариодан шыққан. Әрқайсының пәтерлері бар. Роджер Мессиде, Ди Мари, Икарди, атақты сондай футболшылардың бәрі осы үйлерден алған. Ең қызықты дерек сіздерге тағы бір айтайын ақпаратым. Дәл осы жерде, мына көріп тұрған жер. Қазақ паркі. Сенесіздер ме? Қазақ паркі. Қазір сіздерге көрсетем. Бұны алда тағы да айтам, кім қалай жасаған. Аллея Республики Казахстан, который нам предоставил муниципалитет Росарио как нашему культурному центру для того, чтобы представлять Казахстан здесь, в Аргентине, в Росарио. Мы находимся на берегу реки Парана, самая широкая, самая главная река, скажем так, одна из самых главных рек Южной Америки. Артта көріп отқандарыңыз Ту мемориалы. Осы жерде мен сіздерге қызықты ақпарат айтқым келіп отыр. Осы Росарио қаласында әр мемлекеттің жаңа елшілігі немесе мәдениет орталығы бар болса, сол мемлекеттің тәуелсіздік алған күні, дәл ана Аргентинаның туын көріп тұрсыздар ма, арт жақта, жақынырақ барып көрсетем. Сол жерде сол тәуелсіздік алған мемлекеттің туы көтеріледі. Біздің қандасымыз осыдан 30 жыл бұрын осы Росарио қаласына көшіп, қазір осы жердің жергілікті азаматы болды. Сол азаматшамыз жергілікті қазақ мәдениетін басқарады. Қуанышты хабар, биыл біздің тәуелсіздік күні 16 желтоқсанда ана көк тудың орнында біздің Қазақстанның көк туы көтеріледі. Жүгіріп жүрмін. Спортпен айналысыңыздар, жүгіріңіздер. Спорт денсаулық кепілі дейді. Спортпен жүрген адам ешқашан ауырмайды. Бірақ мен де жетіскеннен жүгіріп жүрдім. Ойлап қалмаңыздар, просто группадан қалып қалдым. Видео түсіремін деп соларға қол жетуге жүгіріп баратырмын. Бүгін күнде сыды әрине алдындағыдай емес, 40-45 емес, 35 бар. Бірақ 35-тің өзі бізде суық сияқты болып қалды ғой бізге. Шыдамды. Шыдауға болады 35. Не деген жуан дәу ағаш. Жаркенттегі осындай жуан ағаш барады ғой, соған жуан жағынан бір-біріне келе ме? Бұрған. Қанша адамның құшаға кетеді екен. Бітір алмайсың ғой. Айналып келді, шаршап қалдым. Мына ресторан Лионель Мессидің жанұясына тиесілі. Жігіттер срочно балаларын футболға беріңіз.
әр қаладан, әр мемлекеттен өздерінің ресторандарда ашасыздар. Міне Лионель Мессидің туыстарына жатады. Ресторан принадлежит семье Месси. Сейчас мы хотели поговорить с его братом, но вот в тот момент, когда мы находимся, сейчас он здесь не, его нет на месте. Мы спросили, он вышел, но мы хотели, если сейчас он появится, мы спросим и сможем с ним переговорить. И миланеса что-то существует в Аргентине. Нет миланесы ни в Милане, ни в Наполе. Міне қысқаша тарих мына тамақ. Миланеса это традициональная аргентинская блюдо. Тамақтар өте дәмді екен. Маған қатты ұнады. Жаңа тарихын өздеріңіз естідіңіздер. Егер Росариоға келіп жатсаңыздар, міндетті түрде Мессидің туыстарының ресторанына келіңіздер. Менің атымда атап 15%-лық жеңілдік бар деп қойсам, а? Статуя иммигранта. Ого! Вот что-то видео. Ладно, всем привет! Привет! Развивается сейчас аргентинский флаг. 16 декабря там развивается казахский флаг. Каждый год это, Каждый год. да? Вообще классно. Каждый год 16 декабря. Артындағы Мессидің үлкен суреті әлемдегі ең үлкен сурет. Месси граффити деп ютубтан терсеңіздер неше түрлісі шығады. News All Boys. Бұл Мессидің алғашқы клубы. Не деген ғажап мынау. Сөзбен айтып жеткізе алмаймын. Көру керек бұны. Көріп, ескеу керек, сезіну керек, аяқпен басу керек. Исінай, шіркінай. Дәл осы алаңда Марадона дөп кеткен. Енді мен сол алаңға жүгіріп жүрмін деп қоясың. Қараңыздар. Ау, трибуна Марадонаға арналған. Мессидің алғашқы бала кезде клубы New Old Boys. Дәл осы есіктен кіріп, мына алаңды сіздер көріп жүрген видеода бала Месси дәл осы алаңда доп тепкен. Дәл осы қақпаға Лионель Месси 6 жасар, 13 жас аралықта қаншама өзінің голын тыққан. Әшіркен доп болса бүйтті. Бух! Гол! Әлі сол қақпа тұр. Ештеңесін өзгертпеген, тек қана бояған. Бірақ как естелік ретінде қалдырып қойған. Алаңның қақ ортасында жүрмін. Видеода теріп көрсеңіздер, бала Мессидің балалық кезінде тепкен алаңы.
Qanday керемет. Qarаңыздар. Primeros pasos en el fútbol cuando era chico, antes de ir al Barcelona, en el club de sus amores, en Newell's. Здесь, в этом городе, который называется Росарио, где мы находимся сейчас, Лионель Месси начал свои первые шаги в футболе, и после чего, до того, как начать играть в Барселоне. Y bueno, y nosotros acá en estas tribunas que ves acá, por ejemplo, la abuela lo miraba jugar cuando era chiquito. Вот Cuando здесь, recién- на этих скамьях, его бабушка приходила и смотрела матчи, которые он играл вот на этом футбольном поле, когда был еще совсем маленький. Mine dәл осы жерде Мессидің апасы Мессимен бірге отырып, Мессидің ағасының ойын тамашалаған. Сөйткен Месси, қандай Месси болды.